арасында өтетін болады, ал оған дейін әлі осы бәсекені тамашалайық. Екі кілемде өтіп жатыр әзірге бәсекелер. Құрман Азия чемпионатының күміс жүлдегері, 2 рет Азия чемпионатында күміс медаль алған. 23 жастағы балуандар арасындағы. Қырғызстанның балуаны осал емес. Ал қазақстандық балуан енді бәлендей бағындырған белестері жоқ. Бәлкім кім біледі. Әлем чемпионатында 20 жастағы балуандар арасында 5-ші орын алған. Енді бұл да аз табыс емес. Сондықтан да екеуі де жас балуандар. Абдуллаевтың әрине тәжірибесі әлдеқайда зор. Көрші кілемде белдесу өтіп жатыр, тағы бір белдесу. Бұл жерде Азамат Құрман мен қазақстандық балуан мен түркиялық Сервет Анжи арасында өтуде. Қазір екі балуанда әзірге бар күшін салып жатқан жоқ. Қазір Сайфулла Құрман осы қиын жағдайдан құтылама, абыроймен көреміз. Нұрмұхаммед Абдуллаев қазір бір айналдырды. Тағы 2 пай. Айқын жеңіске қол жеткізуге 1 қадам қалды. Айқын жеңіс бұл енді. Жоқ, таблодағы есеп қателескен, айқын жеңіс міне болды. Сонымен бұл бәсеке аяқталды. Да, досрочно реализовал свое преимущество, которое ему дали, что поставили в партер. Нурмухаммед Абдуллаев из Кыргызстана и провел накаты. Ну, плотненько взял, оригинально делал накат. Он загонял ногу, получается, под соперника и за счет выхода на мост выталкивал корпусом соперника. Ну, по делу, хороший плотный